пиайда измерениедегі өмір қандай? Қазір осы тақырып актуалды тақырыптардың бірі. Бір адамдар бұған арнайы өту керек деп ойлайды, бесті измерениеге. Енді бір адамдар бұны параллельный вселенной деп көреді, яғни басқа өлшем. Ол өлшемге өтуіңіз үшін сізде арнайы дайындық болу керек. Сіз ол жерге лайықты адамдар ғана бара алады деген сияқты да. Бұның барлығы шындығында жай ғана метафора. Осының әсерінен кейбір адамдар қорқады, өзінің оянғандығын өлшеп көргісі келеді. Мен қаншалықты ояндым, қаншалықты лайықтымын деген сияқты да. Пиайда измерение не дейтін болсаңыз, бұл жай ғана сіздің санаңыздың күйі, яғни сіздің санаңыздың оянған, ашылған күйі. Осы жерде оянудың өзін біз дұрыс түсіну керекпіз. Оянуды көбінесе тылсымдармен қазір шатастырады. Яғни саналы түс көру, түсіңізде не болмаса өңіңізде басқа реальностьтарға өту, параллельный әлемдерді көру деген сияқты, не болмаса якобы өткен өміріңде кім болғаныңды білу деген сияқты. Бұндай техникалардың, бұл сіздің білгендеріңіздің ешқайсысы сіздің дамуыңызға, санаңыздың дамуына ешқандай қатысы жоқ нәрселер. Оны білгендігіңізден, ол жаққа барғаныңыздан сізге ешқандай пайдасы жоқ. Себебі өмір көзіңіздің алдында, өмір сіздің денеңізбен болып жатыр. Сол себепті адам өзінің тұлғалық қасиеттерімен, өзінің болмысымен жұмыс жасау керек. Яғни сіздің басқа әлемге өткеніңіздің сіздің жан бағу, мал табуыңызға ешқандай көмектесе алмайды. Ал егерде оянған, ол қандай адам? Пиайда измерениедегі якобы оянған адам, ол қандай адам дейтін болсаңыз, оның өзі жай ғана қарапайым. Яғни ол сіздің санаңыздағы кең түсінігіңіздің белгісі. Оның бірінші белгісі, сіздің бойыңызда қорқыныш, қандай да бір уайым сияқты сезімдер пайда болса, ол сезімдер сізге бұрынғыдай әсер етуін тоқтатады. Яғни сіз бұрын қорқыныштан қорқып, ұялғандығыңыздан, басқа нәрселерді бойыңыздан алып тастағыңыз келіп, ол нәрселермен күресіп, жек көріп, ашуланып деген сияқты түрлі сезімдер болған болса, ендігіде сіз жай ғана бойыңыздағы, денеңіздегі кез келген реакцияны сіз жай ғана қабылдайсыз, және олардың ешқайсысы сізге әсер ете алмайтын болады. Денеңізге шыққан безеу сияқты, денеңізге безеу шықса, сіз оған қандай да бір қорқынышты нәрсе деп қарамайсыз, жай ғана оның пайда болғанын білесіз, оның жай ғана жойылатынын білесіз. Дәл сол сияқты сіздің бойыңыздағы кез келген эмоция, ол жай ғана пайда болады, жай ғана жойылады. Бұл бірінші белгісі. Екінші белгісі, ол сіздің бойыңыздағы терең мотивацияға деген тәуелділік жойылады. Қазір қоғамда осы нәрсе кең тараған, яғни адам тіпті өмір сүру үшін, тіпті бір нәрсеге жету үшін, орнынан тұрып қозғалу үшін кез келген нәрседен мотивация іздейді. Яғни бойындағы ерік жігерін оята алмауы, өмірден мән таппауы, ішкі күйзеліс деген сияқты. Оянған шағыңызда бұл нәрселердің барлығы тоқтайды. Сіз орныңыздан тұрып қозғалуыңыз үшін, белгілі бір әрекет жасауыңыз үшін сіз мотивацияға тәуелді болмайсыз. Сіз жай ғана әрекеттерді ішкі тыныштықтан жасайтын боласыз. Үшіншіден, сіз уақыттан толықтай шығасыз. Уақыттан шыққаныңыз, яғни сіздің бойыңызда біріншіден күту, екіншіден асығыстық болмайды. Яғни осыған дейін сіз белгілі бір әрекет жасап алып, оның нәтижесін күтіп өмір сүрген болсаңыз, немесе өміріңіздегі белгілі бір нәтижеге, белгілі бір өмірге асығыстық сезімі болған болса, ендігіде сіз жай ғана өміріңізді сүресіз, уақытында, әр нәрсені сәтінде. Еш нәрсеге асықпайсыз, еш нәрсені күтпейсіз. Сіз қалаған нәрсеңіздің өміріңізде орындалатынына сізде ішіңізде 100% сенімділік және жүрегіңізде тыныштық болады. Төртіншіден, сіздің бойыңыздағы сұрақтарыңыз жойылады. Сіз ешқандай сұрақсыз өмір сүретін боласыз. Менің ойымша бұл сіздің нағыз санаңыздың оянғандығы. Себебі сіздің бойыңыздағы сұрақтарды тудыра беретін ол сіздің нәпсіңіз. Ол ешқашан жауапқа тоймайды. Ол өзі тұрмақ, ол мына әлем тұрмақ, ол Құдайдың
идеясын, Құдайдың болмысын түсінгісі келеді. Ал ол кейбір әлемде сұрақтар бар, жауабын мына адам баласы ешқашан біле алмайтын, адамның санасы ешқашан жетпейтін сұрақтар, жетпейтін жауаптар бар. Сол себепті кей жағдайда сұрақты сұрақ күйінше қалдыруға тура келеді. Ал ондай ішіңіздегі қанағатты тудыратын сұрақтың жауабын таппасаңыз да, ішіңіздегі тыныштықтың орнауы ол сіздің санаңыздың оянғандығынан ғана сіздің қолыңызға келеді. Бесіншіден, сіз ешқандай болашағыңыздан қорықпайтын боласыз. Бұл болашағыңыздан қорықпайсыз дегенде, сіз болашағыңызда не болатынын білетіндігіңізден емес, біріншіден. Екіншіден, ол өзіңіздің күшіңізге, ол өзіңіздің мықтылығыңызға, білімділігіңізге сенгеніңізден емес. Сіз жай ғана өміріңізде қандай оқиға болмасын, ол сізге ұнайтын, сізге ұнамайтын оқиға болсын, сіз ол оқиғаға төтеп бере алатын болмысыңыздың ішіңізде бар екенін, тыныш қана ішіңіздегі күшті сезінесіз және ол күшті түсінесіз. Сол арқылы сіз өміріңіздегі кез келген оқиғаға дайын болып өмір сүресіз. Яғни сіз болашағыңызда қандай оқиға болмасын, өміріңізде қандай өзгеріс болмасын, сізде тек қана бары ол жүрегіңіздегі тыныштық және әр нәрсені қабылдау. Және де оянғаныңыздың менің ойымша ең жоғарғы көрінісі ол сіз осы қарапайым өміріңізге қайтып келесіз. Яғни осыған дейінгі жуған ыдыстарыңызды жуасыз, тазалаған үйіңізді тазалайсыз. Осыған дейінгі былайша айтқанда бытовой өміріңіз сол күйі жалғасады, бірақ та сізге сол қарапайым өміріңіздің өзі ішіңізде қанағат беретін болады, ішіңізде тоқшылықты беретін болады. Бұл деген сөз, сіз бүкіл әлемнің жаңағы байлығынан, ақшадан бас тартып, еш нәрсені қолданбайсыз дегенді білдірмейді. Сізге қалай, сіздің қалаған мақсатыңыз, сіздің қалаған өміріңіз сізге қалай жан тыныштығын сыйлауға уәде берсе, дәл сол сияқты сіздің қарапайым тірлігіңіз, қарапайым күнделікті өміріңіз, орныңыздан тұрғаныңыз, белгілі бір әрекеттерді жасағаныңыздың өзі сізге терең жүректің тыныштығын беретін болады. Соның арқасында сіз өміріңізді жай ғана сүруіңізді жалғастырасыз. Ішіңізде бүкіл адамзатты, бүкіл оқиғаларды, бүкіл жалпы өмірді қабылдау келеді. Ал өмірді қабылдау деген сөз, ол өмірді Құдайға тапсырып, өмірді өмірге тапсырып, сіздің жай ғана мына әлемде бар болғандығыңыз.